Сәлем баршаларыңызға. Бүгін көкөністермен бірге духовкада тауық етін дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Маған тіркелмеген жандар болса, тіркеліп кетіңіздер. Және де мен көптеген рецепттерді шығаратын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен тауық етін осылай үлкен бөлшектерге бөліп алып, маринадтап алатын боламыз. Ең алдымен етімізді тұздап алатын боламыз. Бір ас қасық тұз және де дәміне қарай бұрышымызды саламыз. Және де 2 ас қасық кетчуп немесе томат қолдануға болады. 2 ас қасық майонез, 1 ас қасық соя соусы және де 2 ас қасық сұйық май құямыз. Және де 2-3 тісше сарымсағымызды жақсылап турап, майдалап, немесе үкіштен өткізіп салып, араластырып, бетін жауып 30 минутқа қалдырамыз. Оған дейін біз картоптарымызды, пияз, сәбіздеріміздің бәрін турап дайындап алатын боламыз. Осылайынан сопақ етіп, сәндеп турасаңыздар да болады. Өз қалауыңызша кішкене жуандау етіп турауымыз қажет. Сәбізді кішкене майдалау етіп, жұқа етіп турап алатын боламыз. Ал пиязды күнделікті тамаққа турағандай етіп турасаңыздар болады. Барлығын бірге араластырып алу үшін ең алдымен үстінен 1 шайын ложка тұзымызды және де 2 ас қасық сұйық май, бұрыш және де картопымыз сап-сары әдемі болып рең беріп тұру үшін куркумадан да сепсеңіз болады. Осылайынан жақсылап араластырып, формамызға фольга төсеп, ең алдымен картоптарымызды осылайынан біркелкі етіп жайып дұрыстап аламыз. Сосын үстінен жаңағы маринадталған тауық еттерін үстінен қойып шығамыз. 30 минут тұру қажет. Сонда біз маринадтаған заттарымыздың бәрі сіңіп, әдемі болып шығатын болады. Үстінен фольгамызбен біркелкі етіп жауып шығамыз және де алдын ала қыздырылған 180 градустық печке 50 минуттай пісіріп алатын боламыз. Міне 50 минуттан соң тамағымызды алып, үстіндегі фольгамыздың бәрін алып тастап, қайтадан печке салатын боламыз 15-20 минутқа. Сонда беті қызарып, етімізге, тамағымызға әдемі рең беріп, әдемі болып шығатын болады. Печке 20 минут қойып алдық. Беті қызарып, әп-әдемі болып шықты. Дәмі өте керемет. Еті де, картоптары да жұмсақ болып, біркелкі болып пісіп шықты. Жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Балаларға да өте керемет тағам.